Сәлеметсіздер ме? Мен Мейірверсия 206 тобының білімгері Мырзакерім Аялым боламын. Мен қазір сіздерді төсектен төмен қарай жылжып кеткен науқасты қайта орнына қозғап жатқызу әдісін көрсетемін. Ол әдістің 3 тәсілі бар, яғни ең бірінші тәсілі ол эргономикалық құрылғыларсыз науқасты орнына жатқызу. Екінші әдісі ол науқасты эргономикалық құрылғы, яғни жең арқылы науқасты орнына қозғалту. Үшінші әдісі эргономикалық құрылғы екі жақты жайма арқылы науқасты орнына қозғап жатқызу. Ең алдымен манипуляцияны бастамас бұрын біз науқасқа манипуляция барысын түсіндіріп, науқастың келісімін алып алдық. Алғаннан кейін біз қолымызды әлеуметтік деңгейде өңдеп алдық. Ең бірінші біз эргономикалық аймақтың жөндеп аламыз. Ол үшін тежеуішті басып, тіреуішті төмен қарай түсіреміз. Түсіріп болғаннан кейін біз науқастың басын соғып алмау қаупі болмас үшін жастықты төсектің бір қырына қоямыз. Қойып алғаннан кейін біз науқастың ең бірінші қолын тізеп аламыз. Қолды кеудеге немесе ішке қоюға болады. Науқастың қолын қойып алдық және екінші науқастың аяғын түзейміз. Науқастың аяғын көтеріп, ішке қарай бүгеміз. Науқастың аяғын бүгіп алғаннан кейін, мен сізге қазір 1, 2, 3 деген кезде басыңызды көтеруіңізді сұраймыз. Ол үшін ең алдымен науқастың иығын көтеріп, иығының астына бір қолымызды, екінші қолымызды науқастың жамбасына қоямыз. Жамбасына қойғаннан кейін арқамызды тік ұстап, аяғымызды бүгіп, науқасты қозғаймыз. 1, 2, 3. Науқастың енді аяғын түзейміз. Науқасты түзеп алғаннан кейін науқастың иығы қисық тұр. Қисық тұрғаннан кейін науқасты қайта орнына жатқызамыз. Ол үшін иығының астына бір қолымызды қойып, бір қолымызды санына қоямыз. Дәл осы әдіспен қайтадан екінші рет қайталаймыз. 1, 2, 3. Науқасты орнына қойып алғаннан кейін бірінші аяғын түсіреміз. Қолдарын қайтадан орнына қоямыз. Және де науқас егер мүмкіншілігі бар жағдайда науқас өз басын көтеріп, жастықты қойныңызға қояды. Ал егер басын көтере алмайтын жағдайда науқастың біздің көргенімізбен басын көтеріп, жастығын қоямыз. Жастық бізде иық пен мойынның деңгейінде тұру керек. Ал енді екінші әдісіміз эргономикалық құрылғы жең арқылы іске асырылады. Ең алдымен манипуляцияны бастамас бұрын жеңді науқастың денесіне өлшеп аламыз. Оның ұзындығы науқастың иығы мен жамбасына дейін жетіп тұру керек. Және де манипуляцияны бастамас бұрын жеңді бірінші жиырып аламыз. Жиырып науқастың бір қырына қоямыз. Және де науқастың басы соғып кетіп, жастығын алып, бір қырына қойып аламыз. Қойып алғаннан кейін, науқасты мен сізді қазір төсектің бір қырына қарай, өзіме қарай қозғаймын. Ол үшін ең алдымен қолдарын түзеп, аяқтарын көтеріп, жөндеп аламыз. Жөндеп болғаннан кейін, қазір мен сізді төсектің бір қырына қозғаймын. Ол үшін қолымызды иықтың астына және жамбасына қойып, арқамызды тік ұстап, аяғымызды алдыға қарай бүгіп тартамыз. Науқасты қозғап алғаннан кейін жеңді. Науқастың барынша науқастың астына қарай саламыз. Жеңді салып алғаннан кейін науқасты қайта орнына жатқызамыз. Ол
үшін бір қолымызды науқастың иығының астына, екінші қолымызды науқастың ортасына қойып, қайта орнына қоямыз. Науқасты орнына қойып болғаннан кейін астындағы жеңді шығарамыз. Жеңді шығарып болғаннан кейін бұл жең арқылы қозғаудың екі әдісі болады. Бірінші әдісі бағанағы эргономикалық құрылыссыз қозғағандай қозғаймыз. Екінші әдісі науқастың аяғын итеру арқылы орындалатын әдіс. Ең бірінші әдіс орындамас бұрын қолымызды иығының астына және де бір қолымызды науқастың жамбасына қоямыз. 1, 2, 3. Бұл бізде бірінші әдіс болды. Ал енді келесі әдіс аяғынан итеріп жылжыту. Ол үшін науқастың буынына күш салмай, буыннан төменгі жақты ұстап итеру. 1, 2, 3. Науқасты орнынан қозғап алмас бұрын дененің, яғни белдің ойыс бөлігіне қолымызды салып, киімнің астыңғы қабатын ұстап жатамыз. Жеңді алып болғаннан кейін науқастың қолын түзеп қойып, жастығын басына қайта қоямыз. Жастығын қойғаннан кейін науқастың жағдайын жақсы екеніне көз жеткіземіз. Сіздің ешқай жеріңіз ауырған жоқ па? Сізде бар. Ал енді келесі әдіс екі жақты сырғымалы жайманың көмегімен науқасты орнынан қозғау. Ол үшін ең алдымен науқастың басы соғып қалмас қаупі болмас үшін жастықты орнына қойып аламыз. Қойып алғаннан кейін екі жақты жаймамызды алып, жайма бізде екі қабаттан тұрады, екі төсеніштен тұрады. Бірінші қабатында ілгіштері бар қабаты, ал екінші қабаты ең алдымен науқастың бір қырына жайманы қойып аламыз. Жайманың ұзындығы науқастың бойымен бірдей болу керек. Ең алдымен науқастың қолын түзеп, аяқтарын түзеп аламыз. Түзеп алғаннан кейін мен сізді қазір төсектің бір қырына қозғаймын. Сіз дайынсыз ба? Қолымызды науқастың иығы мен жамбасына қойып, арқамызды тік ұстап, науқасты өзімізге тартамыз. Науқасты тартып алғаннан кейін жайманы науқастың астына қарай саламыз. Жайманы салып болғаннан кейін науқасты қайта орнына жатқызамыз. Науқасты орнына жатқызғаннан кейін жайманы шығарамыз. Бұл жайманың бірнеше мүмкіншілігі бар. Яғни ең алдымен науқасты жоғарыға қозғау, төменге қозғау, төсектің бір қырына және екінші қырына қозғап, науқасты бір қырына қарай жатқызу. Ең бірінші науқасты төсектің жоғарғы жағына қарай тартамыз. Ол үшін аяғымызды, екі тіземізді бүгіп, күшті белімізге емес, тіземізге саламыз. Салғаннан кейін арқамызды тік ұстап, жайманың екі ілгішімен ұстап, тартамыз. Науқасты қозғап алғаннан кейін тағы бір мүмкіншілігі, ол науқасты тура осы әдіспен науқасты кері қарай тартамыз. Яғни ол үшін екі тіземізді бүгіп, арқамызды тік ұстап, күшті тіземізге саламыз. Енді келесі мүмкіншілік, науқасты төсектің бір шетінен екінші шетіне қозғауға болады. Ол үшін жеңнің екі жерінен екі ілгішімен ұстап, арқамызды тік ұстап, науқасты тартамыз. Болғаннан кейін науқасты қайтып орнына жатқызуға болады. Ал тағы бір мүмкіншілік, науқасты төсектің бір қырына жатқызуға болады. Ол үшін тағы да
арқаны екі ішінен ұстап, науқасты арқамызды тік ұстап, тіземізді бүгу арқылы науқасты жатқызамыз. Манипуляция аяқталды.